Егер сіз IT жайлы қызықсаңыз, немесе IT саласына мотивация жоғалта бастасаңыз, ендеше мен сізге топ 5 IT сферадағы фильмдерді ұсынамын. Осы фильмдер арқылы сіздер киберқауіпсіздік, жеке ақпаратты қорғауды, стартаптың құрылуы мен дамуын түсінуі, компьютерлік қауіпсіздік, этикалық хакерлік, командамен жұмыс, кәсіпкерлік дағдылар, көшбасшылық және шешім қабылдау сияқты қасиеттерді меңгересіздер. Сіздермен Info.go онлайн арнасы және біз бастаймыз. Бірінші, социальная сеть. Бұл Facebook'тың нақты тарихына негізделген фильм. Фильм жалпы Гарвард университетінің студенті Марк Цукерберг туралы әңгімелейді. Ол оқуынан бөлек тыс әлеуметтік желіні құрастырып жатады. Ол кейіннен интернет әлемінде үлкен құбылысқа айналады. Надо перевести всю тусовку колледжа в режим онлайн. Фильм Facebook'тың даму процесіне туындайтын амбицияларды, сатқындықтарды, заңды даулар мен жеке қақтығыстарды зерттейді. Ол сондай-ақ онлайн қауымдастықтар әлемінде достықтың, жеке өмірдің және этиканың құндылығы туралы сұрақтар туғызады. Социальная сеть өзінің қызықты сюжетімен, актерлердің керемет ойынымен және тақырыптың өзектілігімен ерекшеленеді. Бұл оны әлеуметтік медианың қазіргі қоғамға әсеріне қатысты ең ықпалды фильмдердің біріне айналдырады. Погодите, что это? Мистер Саверин! Марк! Марк! Он работает. Что? Он работает. Да ну? Да. А теперь можешь отвлечься? Вызови охрану. Ты выпустил 24 миллиона новых акций! Но тебе же сказали, что у нас новый инвестор. И насколько размыта твоя доля, а его доля? Екінші, Кто я? Германиядан келген технологиялық триллер. Ол инк лақабатымен онлайн әлемде танымал Бенджамин есімді жасөспірімнің тарихын баяндайды. Ол Клей деп аталатын хакерлік тобына қосылып, олардың операцияларындағы басты тұлғаға айналады. Бенджамин компьютерлік қауіпсіздіктің таңғажайып дағдыларына ие. Бұл үкіметтік ұйымдар мен киберқылмыскерлердің назарын аударады. Өз қызметі барысында Клей өлімге әкелетін ойынға тартылады. Бенджамин мен оның командасы сатқындыққа, бопсалауға және өлім қауіпіне тап болады. Фильм онлайн әлемдегі анонимділік және тұлғаның құндылығы және халықаралық кибершабуылдардың күрделігі туралы сұрақтар туғызады. Кто я? Интрига мен күтпеген құбылыстар мен толық қызықты сюжет ұсынады. Сонымен қатар киберқылмыс пен хакерлердің ықтимал қауіптері мен тәуекелдерін көрсетеді. В его рассказе слишком много пробелов. Ты ведь не случайно здесь. Итак, что ты знаешь про Клей? Я знаю все. Но важна каждая деталь. Үшінші, Хакер 2004. Алекс Дэвидсон сенімді хакердің тарихын баяндайтын технологиялық триллер. Алекс қос өмірді сүреді. Ол күндіз үлкен корпорацияда бағдарламашы болып жұмыс істейді. Ал түнде әлемдегі ең қауіпті және сұранысқа ие хакерлердің біріне айналады. Мы не позволим контролировать нашу жизнь. Это только начало. Өз қызмет барысында Алекс федералды тергеу бюросының ФБР назарын аударады, және ол олардың басты мақсатына айналады. ФБР арнайы агенттерді Алексті қолға түсірудің барлық амалын жасайды. Хакер технологиялық интригалар мен күтпеген сюжеттік бұрмаластармен орналасқан. Шиеленісті және қызықты оқиғаны ұсынады. Және романтика бар. Это я, Алекс Данилюк. Мам, ты что? У нас отберут дом. Я еще заработаю, поверь. Из-за маминых слез я возненавидел банки. Это списки банкиров, погрязших в коррупции, которых мы решили наказать. Неудачный день, а мы знакомы. Я надеюсь, вы оцените качество поставляемого нами товара. И сколько? За все. Мы подняли 60 штук. Твоя половина. Без девчонки никуда. Тут двое парней — это тупик. Если мы сумеем заработать денег и вызвать хаос. Что-то не то? Проблемы в сети.
привлекаем внимание, не рушим системы, мы всего лишь делаем деньги. Я не хочу загреметь. Мы впаяем тебе взлом банковской системы, кибертерроризм, мошенничество в крупных размерах с кредитными картами на федеральном уровне. Деньги не меняют людей, а проявляют их. Төртінші, пираты Силиконовой долины. Бұл екі ұлы кәсіпкер Стив Джобс Apple негізін қалаушысы мен Билл Гейтс Microsoft негізін қалаушысы арасындағы билік үшін күрес пен технологиялық прогресс туралы баяндайтын драмалық фильм. Я верил. Семья. Разве что мафиозная. Подставь спину, получишь нож. Наши люди вернулись из Японии с их компьютерами. А те загружены программами Microsoft, вашими программами. А они практически ничем не отличаются от наших. Фильм нақты оқиғаларға негізделген және компьютерлік дәуір еніп жатқан кезінде Джобс пен Гейтс карьерасының басталуы туралы баяндалған. Технологияның екі данышпаны ірі корпорациялардың қиындықтары мен қарсыластарын жеңе отырып, өз компаниясының қалай дамытып алға жылжытатынын көрсетеді. Пираты Силиконовой долины шығармашылық, инновациялық және стартап мәдениетінің құндылығы туралы сұрақтар туғызады. Джобс пен Гейтстің компьютерлер мен бағдарламалық жасақтама арқылы әлемді өзгертуге қалай ұмтылғанын, сондай-ақ олардың бәсекелестігі, олардың жеке басымен басқалармен қарым-қатынасын қалай қалыптасқан көрсетеді. Фильм IT индустриясының екі алабының пайда болуы және олардың қазіргі әлемге әсері туралы қызықты оқиғаны ұсынады. Bill Gates and Steve Jobs were never ordinary kids. Why only computer? Because they do what you want them to. And while they didn't know it then, their paths would cross. There's something really going on out there in California. To change their lives and change the world. But I don't even think IBM knows who we are. Good. That's our stuff. You realize that's like stealing from a book? Бесінші, хакерлер. Бұл жас хакерлер туралы культовый фильм. Олардың шеберлігі кибер қылмыс пен корпоративті қатынастардың қызықты әлеміне енуге итермелейді. Оқиға Нью-Йоркта өтеді. Онда The Crash Override және Asset Burn деп аталатын талантты шебер хакерлер тобы виртуалды әлемде кездесіп, компьютерлік жүйелерді бағындырып, әлемдік ақпарат нарығын басқарғысы келетін корпорацияның құпия жасырын ашады. Хакерлер фильмі өзінің стилистикасымен және визуалды эстетикасымен ерекшеленеді. Қозғалатын цифрлық әлемдер мен виртуалды пейзаждарды ұсынады. Ол сондай-ақ ақпарат бостандығы, жеке құпиялылық және жастар мәдениеті мәселелеріне баса назар аударады. Фильм хакерлік қызықты ұсынады және компьютерлік технологиялар әлеміне енуі күтпеген бұрылыстар мен және динамикалық көріністер жағымды. Бұл көптеген адамдар үшін шабыттандыратын фильм болды және хакерлік мәдениеті туралы насихаттауға айтарлықтай үлес қосты. Егер де сізге осы бейнеролик пайдалы болса, біз өте қуаныштымыз. Келесі видеода кездескенше.